еркек пен әйелдің өзара әрекет етуінен туындайды. Адам өмірі табиғаттың, оның ырғағының, айналасындағы адамдардың үндестігімен өтеді. Тәңіршілдік қағидасы қоғам заңдарын құрметтеп, табиғат заңымен әрекет ет дейді. Адам Тәңірдің құлы емес, адам Тәңірдің бір бөлігі. Адам арқылы Тәңір өзін таниды, адам Тәңірмен бірге дамиды. Адам өз тағдырының иесі. Жануарларға және өсімдік әлеміне қамқоршылықпен қарау. Табиғаттың құлдырауы Тәңір рухының және ата-баба рухтарының қорлануы болып саналған. Жабайы жануарларға аңшылық кезінде ұрғашыларға және олардың төлдеріне тиіспеген, көбінесе кәрі аталықтарды азыққа қажеттісін ғана атып алған. Дінге еріктілік басқа діндерді және халықтарды мойындау Тәңір идеясында анық суреттелген. Тәңір жалғыз, ал дін бұл оған апарар әртүрлі жол. Түркі елдерінде ислам, христиан, иудаизм, буддизм сияқты әртүрлі әлемдік конфессиялар қатар өмір сүрген. Дінге еріктілік басқа халықтарға төзімділік болған. Көшпенділер басқа діннің және басқа халықтың жетім қалған балаларын асыраған. Олар өздерінің туған балалары секілді құқықтарға ие болған. Ата-аналарын құрметтеу және қастерлеу, ата-бабалардың рухын құрметтеу, ата-бабаларға және олардың ұлы істеріне табыну. Көшпенділер ескі заманның ескерткіштеріне, қорғандарға, тас мүсіндерге және жартасқа салынған суреттерге үлкен құрметпен қараған. Шайқасу кезінде немесе дағдарыс жағдайларында көшпенді ата-бабаларының рухына олардың атымен табынатын болған. Расында ата-баба аруақтары көмектескен. Әйелге ерекше құрмет. Баласы киіз үйге кіргенде алдымен анасына, кейін әкесіне иіліп сәлем берген. Әйелдерді жәбірлеу қылмыс ретінде саналған және ауыр жазаланған. Қыз үйдің қонағы ретінде саналған. Оны ерекше махаббатпен, мейіріммен тәрбиелеген. Ол болашақ ана, ошақтың берекесі, қорғаушысы ретінде құрметтелген. Балаларға қамқорлықпен қарау. Бала өмір жалғасы. Өмірде балалардың орны өте жоғары. Олар ұрпақ жалғасы. Халықтың дамуы мен сақталуына зор серпін. Қазақта ежелгі тұсау кесу әдет ғұрпы сақталған. Сәби алғаш қадам жасағанда оның аяқтарына байланған арқанды ең құрметті адамға кестірген. Бұл өмірге жол ашуды білдіреді. Ата-аналары дастархан жайып, қонақтарды дастарханға шақырады. Адамның рухани